Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білдіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Тоқаев Назарбаевтың мемуары жайлы сұраққа бір айтқыштың сөзімен жауап берді. Тұңғыш президенттің мемуары қоғамда қызу талқыланды. Сіз де ол кітапты оқыған шығарсыз. Көптеген шешім мен оқиғаға тікелей куә болған адам ретінде қандай әсер алдыңыз? Өзіңіздің мемуар жазатын ойыңыз бар ма? Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында осы сұраққа жауап берген. Мен мемуарларды, публистикалық шығармаларды, саяси очерктерді әрдайым ыждағатпен оқимын. Ал сұраққа келсек, мен үшін қазіргі кезең мемуар жазып отыратын уақыт емес, дейді Тоқаев. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңыз Қабатулла қабырғасы ұстауды нәсіп етсін.